әртүрлі орындарда жұмыс істейсіздер, бірақ мысалы осы ақпарат насихат тобында жұмыс істеп жан-жақты әртүрлі мекемелерге кіреміз. Сол мекемелерде көп адамдардың жүзінен көретін бір нәрсе бар. Ана менің сақалыма, басыма киген тақияма қарап отырады да, мынау 15-ші ғасырдан келген адам бізге ақыл айтайын деп отыр деп, ана галстугын бүйтіп дұрыстап қойып қарап отырады қазір. Айтып болсыншы дейді. Иә, біздің мұсылман халқын осындай дамымай қалған, мақау, түк білмейтін, надан, сауатсыз деп түсінеді. Бірақ сол бейшара галстук таққан адам, мысалы, алдында отырған адамның бірнеше дипломы бар, анау кісінен философия болса да, анау кісіден тіл болса да, басқа мамандығы болса да, о кісіні бейшараны бірінші кластың баласы сияқты басын қасытып қоятынын білмейді. Енді ойлаңыз, халайық